Жокешова Баянгүл Ю Гагарин атындағы жалпы білім беретін орта мектеп педагог-психологымын. Сонымен қатар үзілмес үміт еріктілер тобының мүшесімін. Осы топқа мені әріптесім, әрі осы топтың белсендісі Аметхан Бекболат шақырды. Үзілмес үміттің мақсаты қайырымдылық пен жақсылық жасау. Бұл топта көптеген іс-шаралар мен акциялар өткізілуде. Осы топқа келгеніме мен өте қуаныштымын. Жақсылық жасау үшін сен сірә бай болудың қажеті жоқ. Бастысы жүрегіңнің болуы. Жақсылық жасау өз қолыңда. Біз біргеміз. Меня зовут Айжан Туяковна, я психолог Центральной районной больницы. Участвую в волонтерской группе «Үзілмес үміт». Меня туда позвал Асхат Лужабаевич. За приглашение ему огромное спасибо. Мы занимаемся различными акциями, шили маски. У нас группа очень активная. Мен Ақбөпен Нұркенқызы, үзілмес үміт еріктілер тобы жайлы ең алғаш телеграм әлеуметтік желісі арқылы байқадым. Кейін халыққа менің не пайдам дейсің деп, Асхат Лужабаевичқа хабарласып, ол кісі мені топқа қабылдады. Сол күннен бастап еріктілермен қосылып, Қаржау ауданы тұрғындары үшін маска тігуден бастадым. Аз уақыт ішінде көптеген адамдармен танысып, олардың халық үшін уақыттарын бөліп, күнде жақсылық жасап жүргендеріне тәнті болдым. Үзілмес үміт еріктілер тобында халыққа қол ұшын соза білетін мейірімді адамдар жиналған.